Сәлем достар. Бүгін сіздермен көк помидорды мариновать еткелі отырмын. Ол өте дәмді болады. Қыс айында жегенге жақсы, сүйсініп жейсің. Және де алдағы уақытта осындай пайдалы видеоларды салатын боламын. Видеоларды жіберіп алмау үшін подписация етіп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін маңызды. 2,5 кило көк помидор алдым. Енді жарты келі болгар бұрышы, көк помидорды, болгар бұрышын, чеснокты түгел бәрін жақсылап жуып алдым. Енді оны осылайынша қатты үлкен емес, орташа етіп, видеодағыдай турап аламын. Көк помидор болғаны жақсы. Көк помидорға мен қызыл болгар бұрышын алдым. Өйткені салат жасаған кезде өте әдемі, түрі әдемі болады. Помидордың бәрін түгел осылай турап алдым. Енді екі сәбізді осылайынша үккіштен өткізіп алдым. Дайындап қойдым. Болгар бұрышында осылайынша турап алдым. 2-3-ке бөліп алдым. Егер де помидор үлкен болса, оны кішірек турау керек. Егер де кішкентай помидорлар болса, оны 2 немесе 3 бөліп қойса болады. Чеснокты да осылайынша майдалап турап алдым. Үккіштен өткізген жоқпын, оны осылайынша ұсақтап турап алдым. Бір бас чеснокты тазалап, соны осылайынша майдалап алдым. Өте көп болса да болмайды. Енді туралған помидорымызды тостағанға салдым. Не осыншама помидор болды. Енді оның үстіне туралған болгар бұрышын саламын. Оның үстіне сәбізімізді саламыз, үккіштен өткізілген. Енді бір шетке қойдық заттарымызды, сөйтіп жарты стакан сұйық майды қыздырып аламын. Оған 3 қасық томат салдым. Оны қуырып алам.
азырақ тұз саламын үстіне. Сөйтіп жақсылап қуырып алам, араластырып қуырамыз. Осылайша қуырып алдым. Енді томаттың астын өшіріп қоямын. Оның үстіне азырақ тұз салдым. Енді турап дайындап қойған петрушка, мяталарды салып, салаттың үстіне саламын. Оның үстіне үкіштен бағана турап қойған чесногымызды саламыз. 3 қасық тұз саламын. Және де 3 қасық қант саламын. Чеснокты саламыз. Сөйтіп дайындап қоямыз. Оған қара бұрыш себемін. Қызыл бұрышты майдалап салсаңыздар да болады. Мен қызыл бұрыш емес, балалар жегенде ашты болмасын деп қара бұрыш салдым. Сіздердің өздеріңіздің қалауыңыз бойынша қызыл бұрыш салсаңыздар да болады. Оның үстіне жарты стакан яблочный уксус салдым. Және де қуырып қойған томатымызды үстіне құямын. Сөйтіп бәрін жақсылап араластырамыз. Осылайша араластырып алдым салатты. Өте дәмді болады. Әсіресе қыстың күндері сүйсініп жегенге өте жақсы. Салатымыз дайын болды. Енді оны 5 сағат үстін басып, 5 сағат қойып қоямын. Бес сағат болды. Булап алған банкіге жайғастырамын салатымды. Өте әдемі. Екі банка толмай қалды. 2 литрлік 1,5 банка. Bir жарым банка салат болды. Енді
буулап болған крышкамды қайнатып алдым. Енді соны банканың қақпағын жауамыз. Салатымыз дайын болды. Егер де сіздерге видеомыз ұнаған болса, лайк басып, подписация жасап, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.